Армысыз көрермен, QR News ақпараттық агенттігінің апталық шолуында маңызды жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі шығарылымда қайырымдылық қорының дауы халықтан жиналған 1,5 миллиард теңге қайда жұмсалды? Біз біргеміз қорының басшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеу басталды. Экс-министр қашып кетті ме? Әлеуметтік желіде тараған Қуандық Бишімбаевтың колониядан қашуы туралы ақпарат қаншалықты рас? Полиция қызметкерлерінің жағдайы жақсарып келеді. Заң қызметкері адал қызмет етуі үшін қандай реформалар және жемқорлықты азайту әрекеттері жасалуда? Қазақстан ұлттар лигасында тағы да жеңілді. Өз алаңында Австрия құрамасынан 2-0 есебімен жеңілген Қазақстан құрамасының соңғы ойынына шолу. Ата-аналарды чат арқылы алдап кеткен алаяқтар 10 миллион теңгені жымқырғандар ұсталды. Оқушылардың ата-аналары мессенджерлерде неліктен сақ болу керек? Жаңалықтардың толық шолуын білу үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Біз біргеміз қорының басшысы ұсталды. Тасқыннан зардап шеккендерге жиналған 1,5 миллиард теңгеден астам қаражатты иемденген кім? Құрметті халық, сіздердің аманаттарыңыз қазір бірер секундта алыс ауылдарға ұшатын болады. Қаржылық мониторинг агенттігі біз біргеміз Қазақстан қоғамдық қорының негізін қалаушы Перизат Қайратқа қатысты тергеу жұмыстарын бастады. Ол көктемгі тасқыннан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін жиналған 1,5 миллиард теңгеден астам қаражатты иемденді деген күдікпен ұсталды. Ведомствоның мәліметінше, биыл көктемде ол Астанадағы автосалондардан Mercedes-Benz S450 көлігін 88 миллион теңгеге, Lexus LX 600 көлігін 80 миллион теңгеге және Haval көлігін 39 миллион теңгеге сатып алып, Ақбұлақ Ривера, Хайвилл Ишим Голд, Көкжайлау тұрғын үй кешендерінде және Vela Village коттедж қалашығында элиталық жылжымайтын мүлікке 600 миллион теңге жұмсаған. Қаржылық мониторинг агенттігі сонымен қатар Перизат Қайраттың қайырымдылық қаражат есебінен Дубай, Доха, Лондон және Стамбулға бірнеше рет барғанын, 5 жұлдызды қонақ үйлерде тоқтап, Cartier және Louis Vuitton брендтерінің қымбат әшекейлерін, аксессуарларын сатып алып, сәнді мейрамханаларда тамақтанып, яхтада серуенге шыққанын хабарлады. Бишімбаевтың колониядан қашып кеткені рас па? Әлеуметтік желіде Салтанат Нүкенованы өлтірді деп 24 жылға сотталған экс-министр Қуандық Бишімбаевтың колониядан қашып кеткені туралы ақпарат тарады. Алайда қылмыстық атқару жүйесі комитеті Бишімбаевтың колониядан қашып кеткені туралы ақпараттар жоққа шығарды. Бұл мәліметтер шындыққа жанаспайды. Сотталған адам жазасын ең жоғары қауіпсіздік мекемеде өтейді, деді қылмыстық атқару жүйесі комитеті. Жалған ақпарат тарату фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын да атап өтті. Полиция қызметкері адал қызмет ету үшін қандай жағдай жасалып жатыр? Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету брифингінде әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев қазіргі кезде заң қызметкерлері пара алып заң бұзбауы үшін бір қатар жайлы жағдай жасалуда екенін айтты. Оның айтуынша, адал қызмет атқару үшін полиция қызметкерлерінің жалақылары көтеріліп, арнайы киім-кешек пен жаңа автокөліктер беріліп, оны жөндеу үшін арнайы жабдықтар мен жанармай қарастырылған. Қазіргі кезде 15 мыңға жуық патрульдік қызметкер бар. Сұлтанбаев бұл адамдардың ішінде жағдай жасалғанымен тәртіп сақтамайтын адал емес қызметкерлерде кездесіп тұрады. Алайда олардың саны жылдан жылға азаюда. Оның дерегінше былтыр 33 қызметкері болған, ал осы жылы 18-ге азайған. Бір құмалақ бір қармай шіртеді деген ол әңгіме бар. Негізі жалпы осы патрульдік полиция қызметкерлері, ішкі істер министрлігінің ішкі істер органдарының қызметкерлері басым бөлігі олар отанына, халқына адал қызмет ететін, халық үшін, ел үшін, отан үшін жанын пида етуге дайын қызметкерлер екенін бүгінде толық сеніммен айтуға болады. Қазақстан ұлттар лигасының матчында Австриядан жеңіліп қалды. Ұлттар лигасының топтық кезеңінің 5-ші турында Қазақстан құрамасы өз алаңында Австрия құрамасынан жеңілді. Алматыдағы кездесу австриялықтардың пайдасына 2-0 есебімен аяқталды. 15-ші минутта есепті Кристофер Баумгартнер ашты. Екінші допта Майкл Григорич соқты. Қазақстан құрамасы үшін бұл жеңіліс ресейлік жаттықтырушы Станислав Черчесовтың басшылығымен қарсыластарға қатарынан 4-ші рет есе жіберу. Қазақстан құрамасы 1-1 доп соққан жоқ және бір ұпаймен
Ұлттар лигасының В3 тобын соңғы орынмен аяқтайды. Алаяқтар оқушылардың ата-аналарын чат арқылы 10 миллион теңгеге қалай алдап кетті? Батыс Қазақстан облысында 3 алаяқ 17 оқушының ата-анасынан 10 миллион теңге алған. Алаяқтардың бірі WhatsApp'та чат ашып, онда ата-аналармен мектептегі іс-шараларды талқылаған. Кейіннен баланың атын жамылып, ата-анасынан қаржы сұрай бастаған. Осылайша алаяқтар карта деректер мен CVV кодтарын алып алып, таныстары арқылы қолма-қол ақшаға айналдырып отырған. Күдіктілерді Қаратөбе аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері ұстады. Тергеу жүргізілуде. Тәртіп сақшылары қазақстандықтарды мессенджерлердің жалпы чаттарында сақ болуға шақырды. Осымен апта жаңалықтары тәмам. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Дулат Абдраманов, Мерей Кенжеғали, арнайы QR News үшін.